Жалғыз өзі подвалда Джей есі ауып барады, денесі тырысуын тоқтатпайды, бірақ ол тырнауға деген құштарлықпен күресуі керек. Сезім соншалықты басым болғандықтан, ол мылтықты алады да бір сәт өзін-өзі өлтіруді ойлайды. Ол өзін уақытында тоқтатады және оның орнына қысқыштарды алады, оларды тырнақтарына қолданады. Ауырсыну құшуды басады. Бұның бәрі таңертең ерте басталды, түні бойы ішкіштен кейін. Джей оянады, себебі әкесі Джо есікті қағып жатыр. Джо Оливияны тастап кету үшін келген. Джей қызын ішке кіргізеді. Джо әйелі ауырып қалғанын түсіндіреді. Джей бүгін дүкенді ашатынын, әкесімен бірге анасына қарайтынын шешеді. Күнге дайындалып жатқанда Джей мойнын тырнап қояды. Ол қайтыс болған әйелі туралы ойлайды, оның алғашқы симптомы құсу болған. Әйелі біраз уақыт ауруханада жатқан, шоттар әлі де проблема. Оливия Джеймен дәптерге жазып сөйлеседі және анасына баруды қалайтынын айтады. Бірақ Джей оларға болмайтынын түсіндіреді, және ол тек өзімен сөйлесе екен дейді. Джей Оливияны мектепке түсіріп жатқанда, басқа балалар әлі де оны мазалап жүрме деп сұрайды, ол басын изейді. Ол мұғаліммен сөйлесуді ұсынады, бірақ Оливия жоқ дейді. Джей оған өзін-өзі қорғауды үйретеді, бірақ Оливия кеңесіне назар аудармай кетіп қалады. Содан кейін Джей оның дәптерін кездейсоқ түсіріп алғанын байқайды. Ол қыздың суреттерін қарап көргеніне қатты күйзеледі. Әйелімен ұрыстары, ішкіші, ауруханадағы әйелі және Оливияның анасын қаншалықты сағынып жүргені. Әйелінің қанға боялған елестері ойына түседі, бірақ Джей оянып кетеді. Мектептің күзетшісі оның машинасының терезесін қағады. Күзетші дәптерді алып, Оливияға береді, оны ғимаратқа кіргізеді. Қалада жүріп келе жатқанда Джей радиодан шет. Бір адам қышудың соңғы өршіп тұрғанын босқындардан деп кінәлайды. Тағы бір қоңырау шалушы қазір жүріп жатқан қышуды әлеуметтік желідегі назар аудару үшін адамдардың өздеріне зиян келтіруі деп ойлайды. Джей ақыры отбасылық дүкенге жеткенде оған Мигель жақындайды. Ол Джейге ақша қарыз екенін еске салады. Джей не туралы екенін білмейді. Мигельдің бетін тырнап жатқанын байқайды. Мигель ақшаны уақытында бермесе жаралайтынын қорқытады да кетіп қалады. Джей дүкенді ашады. Қызметкер Лиза Джоның Мигельді ұрлау үшін жұмыстан шығарғанын түсіндіреді. Әйелінің суреттері әлі қабырғаларды безендіріп тұр. Ол әйелі мен Оливияның бірге сурет салып жүргенін ойлап тоқтай алмайды. Жаңа өнімдер келгенде Джей көшедегі арнайы люкті ашады. Қораптар сол арқылы тікелей подвалға сырғиды. Бір уақыттан кейін қанға боялған әйел дүкенге кіріп көмек сұрайды. Оған бірдеңе тістеп жатқанын айтады. Тырнауға кіріскенде ол тым алыс кетіп, өзін зақымдайды. Өзін отқа оранғандай сезінемін деп айқайлайды. Джей оны тоқтатуға тырысады. Әйел құсып шығарып құлап қалады. Лиза полицияға қоңырау шалады. Полиция келісімен Джей әйелдің қышудан шағымданғанын айтады. Детектив бұл алғашқы жағдай емес екенін түсіндіреді. Алғашында әлеуметтік желі деп ойлаған, бірақ бүгін көргендері жеткілікті, бұл шынымен бар. Полиция Джейге абай болуды ескертеді, әйелді ауруханаға алып кетеді. Кейін Джейге Джодан қоңырау түседі, ол Лизадан естіген. Джей Мигель туралы сұрайды. Джо оны ұрлық үстінде ұстағанын, сол үшін шығарғанын айтады. Джоның әйелі фоннан жөтеліп тұрады. Джей әкесіне дәрігер шақыруын айтады, бірақ Джо жай түртпек, өтіп кетеді дейді. Джей терезеден қарағанда бетін тырнап тұрған тағы бір адамды көреді. Әйелі туралы, ол Оливияны дұрыс тәрбиелеуді өтінгені туралы ойлайды, бірақ Джей оны жалғыз істей алмайтынын айтқан. Ол серуендеуге шығуды шешеді, және көшеде тырнап жүрген көп адамды байқайды. Бірнеше минуттан кейін мұғалімнен қоңырау түседі. Оливия басқа баланы тістеп алғандықтан алып кетуін сұрайды. Джей мектепке асығады. Оливиямен сөйлесуге тырысады. Оливия құлағын жауып, ұрсудан қашады. Өзін ұстай алмай бара жатқанын сезіп, Джей онан кері санау арқылы тыныштанады. Ақыры Оливияны зиратқа апаратын болады. Қыз анасының қабірімен сөйлеседі, бірақ сыбырлап, Джей естімейді. Дүкенге қайтар жолда Оливия дәптерінен беттер жыртып тастай бастайды. Жақын жерде сиреналар шыққанда ол шуды жабу үшін радионы қосады. Жаңалық жүргізушілері қалада зорлық-зомбылық оқиғалары көбейіп жатқанын, жергілікті ауруханалар өзін-өзі жарақаттаған адамдарға толы екенін, әуежайлар барлық рейстерді тоқтатқанын, террористік шабуыл туралы өсек бар екенін айтады. Дүкенге келгенде Джей көрші дүкендердің көбі ерте жабылғанын байқайды. Кешке жабылуға жақын қалғанда екі қарақшы дүкенге кіріп, Лизаны темір торды түсіруге мәжбүрлейді. Лиза кассадан ақшаны сөмкеге салады. Габриэль Джейге серіктесін сөреден кейінгі сейфке апарады. Клиент Генри полицияға қоңырау шалады. Оливия да жасырынып кездейсоқ қорапты теуіп жібереді. Дыбысты Габриэль естиді. Джей сейфті аша алмайды. Қарақшы оны атып тастауға тырысады. Джей дауысты танитындай болады, сондықтан адамның бетпердесін төмен түсіріп, Мигель екенін көреді. Джей ақшаны алып кетуін, ештеңе айтпайтынын уәде етеді. Кенет оқ атылған дыбыс естіледі. Джей дүкенге қайтады да Оливияны табады. Ол оған төтенше жағдайдағы локаторды береді, подвалға жасырынуын айтады. Джей сөрелерден құрал-сайман пышағын алады және абайлап жүріп Лизаны табады. Ол атылған. Габриэль Оливияның тістегені салдарынан кездейсоқ оқ атып жібергенін түсіндіреді. Джей Мигельге қолын жарақатқа қоюын айтады, өзі қан тоқтатуға заттар алады. Мақтаны оқ тескен жерге тығып, таспамен Лизаның ішіне орайды. Сол кезде полиция қызметкері келіп, темір торды қаға бастайды.
Габриэль мен Мигель оны камерадан қарап, не істеу керектігін таласады. Кенет полицейді ессіз адамдар қоршап ұра бастайды. Сол уақытта Генри жасырын жерден шығып, телефонына келген төтенше хабарды оқиды. The деп аталатын індет салдарынан қалада карантин жарияланған. Жаңа аурудың симптомы өзін және басқаларды тырнауға деген бақылаусыз құштарлық. Габриэль бұл әзіл деп ойлайды. Джей оны тыныштандыруға тырысады, ол оны қорқытып. Енді жақын тұрғандықтан Джей оны ұстап алады, мылтығын тартып алады да Мигельге қарай итере салады. Кейін Джей мен Генри Габриэль мен Мигельді бағанға таспамен байланыстырғыштармен байлайды. Телефонда барлық төтенше операциялар тоқтатылғаны, 10 секундтан артық тырнаған адамды қоғамға қауіп деп санауға және өліммен жазалауға болатыны айтылады. Кенет Джей локатордың шырылдағанын естиді. Подвалға жүгіріп түседі, бір адамның екіншісін тырнап өлтіріп жатқанын көреді. Ессіз адам бұрылып Джейге шабуыл жасайды. Ол басқа амалы қалмай атып тастайды. Локаторды алып, люктің ашық екенін байқайды, осылайша 2 адам кірген. Оны құлыппен жабады. Бөлмені іздеп қоймада жасырынып тұрған Оливияны табады. Джей Оливияны алып кетеді, бір дененің қозғалып жатқанын білмей. Оливияны офиске локатормен қалдырып, Джей дүкенге оралады. Мигель Генри жоғарыға қашып кеткенін айтады. Джей жоғарыға жүгіреді де, қолында балтасы бар Генриді табады. Ол мылтықты оған бағыттайды. Генри балтаны тастап, зорлықшыл емес екенін, қорқыныштан әрекет еткенін айтады. Джей оны дәретханаға жібереді. Содан кейін Джей телефонын алып жаңалықтарды тексереді. Саясаткерлер The бар екенін жоққа шығарады, ал көптеген азаматтар өздерін тырнап жатқан видеоларын жариялайды. Джей Джоға қоңырау шалуға тырысады, ол көтермейді. Кейін Джей мен Генри дүкенге оралады да, подвалдағы денелерден The жұқтырған шығармыз ба деп ойлайды. Мигель бұл төтенше жағдай, бірге жұмыс істеу керек екенін айтады. Ол әпкесі жүкті екенін ашады. Бұл Джейді оларды босатуға көндіреді. Топ Лизаға барып қарайды. Лиза ұрлықты өзі жасағанын мойындап, Мигельден кешірім сұрайды. Кенет оқ атылған дыбыстары естіледі. Қауіпсіздік камераларынан полицияның қалада жұқтырғандардың бәрін атып жатқанын, есіктегі офицерді де көреді. Генри телефоннан паразиттің регенерацияға қабілетті екенін оқиды, бірақ нақты The шайтанның іс екенін айтады. Джей демалу керек, Лизаны кезекпен күзету керек деп шешеді. Жоғарыда Мигель Габриэльді мылтық қолданғаны үшін ұрсады. Габриэль оған әкесі өлгеннен кейін қарау керек болғанын еске салады, бірақ Мигель ол әрқашан проблемаларға тап болатынын айтады. Генри досының суретін қарап отырып бетін тырнай бастайды. Онан кері санау арқылы тыныштанады. Офисте Оливия Лизаның жарақаты өз кінәсі ме деп сұрайды. Джей кінәлі емес екенін айтады. Не болып жатқанын сұрағанда, адамдар ауырып қалды, мен сені қорғаймын деп уәде береді. Оливия атасы туралы сұрайды. Джей қайта қоңырау шалады. Бұл жолы Джо көтереді, Оливияға сені сүйемін дейді де, Джеймен жеке сөйлесуді сұрайды. Джей сөрелердің артына тығылады. Джо әйелі жұқтырғанын, оны тырнағанын айтады. Олардың азап шегуін қаламай, әйелін өлтіріп, өзін өзі өлтіруді жоспарлайды. Джей күтуді өтінеді, бірақ Джо сені сүйемін деп аяқтап, трубканы тастайды. Джейдің жүйкесі бұзылады. Оливия жүгіріп келіп құшақтайды. Оны алаңдату үшін Джей Джоның соңғы туған күннің қуанышты видеосын қояды. Оливия ұйықтап қалған соң Джей оны офиске апарады. Содан кейін ол Оливияның тырнап жатқанын байқайды. Кері санауды бастайды, нөлге жетпей тоқтағанына жеңілдеп қалады. Джей Лизаға тексеріп келгенде сырттан таңсық дыбыстар естиді. Қауіпсіздік камерасынан офицердің тіріліп келе жатқанын көреді. Сол уақытта Габриэль балға ұрлап, шабуыл жасамақ болады, Мигель уақытында тоқтатады. Барлығы Джейге келіп камераны қарайды. Өлгендер подвалда оянуы мүмкін екенін түсінеді. Генри қыздарға қарайтынын айтады. Мигель мен Джей подвалға тексеруге түседі. Тек бір денені табады. Джей басын кесу керек деп ойлайды, Мигель бұл Құдайға қарсы деп ойлайды. Кенет өлген адам оянып, Мигельдің аяғынан ұстап алады. Мигель дүрліккенде балтамен шабады, Джей атады. Дыбыс естіп бұрылғанда жұқтырған әйел жоғарыға қашып кетеді. Ер адамдар артынан жүгіреді. Габриэль оны балғамен ұрып құлатқанын көреді. Кейін денелерді резервуарларға салып, коррозиялық химикаттармен толтырып ерітеді. Көрініс соншалықты жиіркенішті, Мигель құсып жібереді. Джей оның ұрлық жасамағанына сенгенін айтады. Мигель кеш болды дейді. Габриэльді жұмыс берушісі жүкті еткенін, жүктілікті үзуді талап еткенін түсіндіреді. Сол сәтте Генри барлығын шақырады, себебі Лиза өліп қалған. Денені жайма жауып жатқанда Габриэль кінәсін Оливияға аударып, мылтықты атуына себепкер болдың деп ұрсады. Джей Оливияны офиске алып кетеді. Мигель артынан келіп, әпкесі үшін кешірім сұрайды. Лиза католик болғандықтан дұрыс жасау керек екенін айтады. Топ шағын жерлеу жасайды. Оливия Лизаға суретін қалдырады. Мигель дұға оқиды. Габриэль жауапкершілікті өз мойнына алып, Оливиядан кешірім сұрайды. Оливия жұдырық соғуға келіседі. Генри денені жылжытқалы тұрғанда Лиза оянып қолынан ұстап алады. Джей оны басып тұрады. Генри касса алып келіп, басын ұрып өлтіреді. Мигель мен Джей Лизаны химикатқа тастайды. Генри жуынуға дәретханаға барады. Тырналғанын байқайды, бірақ басқалар сұрағанда жоқ деп жоққа шығарады. Мигель олар тозақта тұрмыз дейді, Мексикода қалған отбасы туралы ойлайды.
ақшқа келмегенімді қалаймын дейді. Кейін Джей консервілер мен шырақтар қойып, әдемі кешкі ас дайындайды. Сырттағы жарылыс оларды үзеді. Дыбыстар күшейеді, бірақ ештеңе істей алмайды. Джей телефонына музыка қосады, ас ішеді. Джоның дүкенде жасырын ұстаған вискиін шығарады. Мигель мен Генриге ішуге рұқсат береді, өзі енді ішпейтінін айтады. Генри отбасымен байланысы үзілгенін, бұл сәтті бағалайтынын айтады. Оливия дәретханаға барғысы келгенде Габриэль апарады. Джей жігіттерге Оливия анасы өлгеннен бері сөйлемейтінін, әйелі мен Оливия туылғаннан кейін алыстап қалғандарын, ол әйеліне опасыздық жасағанын, бөлісуге дайын болғанда қатерлі ісік тапқанын айтады. Әйелінің азап шегуін көруге мәжбүр болған, кінәсін алкогольмен басып тастаған. Сол кезде музыка тоқтайды, телефон сигналын жоғалтады. Төтенше хабар. Барлық байланыс шетелді қауіптен қорғау үшін өшірілді, әскери жағдай енгізілді, барлық азаматтар карантинде болуы керек. Генри тырнай бастайды. Джей оның жағдайын сұрайды, Генри онан кері санау арқылы дұрыс екенін көрсетеді. Кенет айқай естіледі. Мигель мен Джей жоғарыға жүгіреді. Олар кетісімен Генри дәретханада денесін шын тырнайды. Жігіттер Габриэльдің түсік тастағанын, өлі нәрестесін қолында ұстап тұрғанын көреді. Мигель жүгіріп барып жұбатады, оның қызып тұрғанын байқайды. Генри сепсис, антибиотиксіз өледі дейді. Жақын жердегі дәріхана бар, бірақ қауіпті. Мигель әпкесін қорғау міндеті үшін баруға дайын. Джей отбасына көмектесе алмағаны туралы елестерінің әсерінен келіседі. Мылтықты алып Мигель дүкеннен шығады. Джей алаңдап жүреді, иығын тырнайды, Генри сұрағанда тоқтайды. Джей басқа бөлмеге тыныштануға кеткенде, Генри денесін шын тырнайды. Подвалдағы дәретханаға түседі. Джей тырнау санын санауда. Генри қанмен зәр шығарып жатқанын көріп шошады. Шыдай алмай денесін қатты тырнап, жарақаттайды. Қарғыстарды естіп Джей балтамен подвалға түседі. Дәретханада қанды көреді, Генри жоқ. Іздеп қойманы ашқысы келеді, қанды қол есікті жауып тұрады. Генри ешкімге зиян келтіргісі келмейтінін, өзін құлыптауын сұрайды. Джей тәуекелге бара алмайтынын, Оливияны қорғау керектігін айтады. Генри түсінеді. Генри сөйлеуді тоқтатқанда Джей есікті ашады. Трансформацияланған Генри шабуыл жасайды, Джей балтаны түсіріп алады. Екеуі еденде күреседі, Генри Джейді тұншықтырмақ болады. Кенет Генри өліп қалады. Оливия оны кездейсоқ атып тастаған. Джей Оливияны дүкенге қайтарады. Содан кейін балтамен денені бөлшектеп тастайды. Жуынып, өзі тырналғанын байқайды. Дыбыс естіп дүкенге жүгіреді. Мигель темір торды қағып, дәрі-дәрмекпен оралған. Бірнеше секунд ойланғаннан кейін Джей торды көтереді. Мигель өтіп кетеді, жұқтырған адамның кіруіне жол бермей торды түсіреді. Есікті ашпастан бұрын Мигельдің жарақаттанбағанын дәлелдеуін талап етеді. Мигель қолын көрсетеді, мылтықпен дәріні ұсынады. Габриэль үшін маңызды дейді. Джей заттарды алады да Мигельді есіктің артында қалдырады. Ұйықтап жатқан Габриэльге барады. Көрпені ашқанда тырналғанын көреді. Дәріні тастайды. Мигельден сырттағы жағдайды сұрайды. Мигель барлығын атып жатқанын растайды. Джей Генри туралы өзі де ауырып қалғанын айтады. Қышуға қарсы крем алып денесіне жағады. Оливияға ұйықтататын дәрі әкеліп, ауырып қалғандықтан онымен бола алмайтынын түсіндіреді. Оливия маған сен керексің деп жазады. Джей оның анасы сияқты батыл екенін, жақсы болатынын айтады. Жылап тұрып телефонын береді, барлық естеліктерді, суреттер мен видеоларды сақтау үшін. Бір-біріне сені сүйемін дейді. Оливия ұйықтап қалады. Жоғарыда Габриэль қатты тырнай бастайды. Терісі сыдырылып, бірнеше жарақаттан қан ағады. Трансформацияланбас бұрын Джей жастықты бетіне басып өлтіреді. Есіктің артында Мигель де тырнай бастайды, терісі қып-қызыл. Джей кері санауды бастайды, Мигель тоқтамайды, жұқтырғаны расталады. Мигель Габриэльді көруге рұқсат сұрайды. Джей есікті ашады. Мигель Габриэльдің өлігін көріп, Джей оны өлтірді деп түсініп, ашуға булығады. Джей мылтықты суырып алады, бірақ оқтары біткен. Мигель үстіне секіріп тұншықтырады. Күресте Джей есінен танып қалады. Мигель оқтарды қайта салып, бұрын алып тастағанын көрсетеді. Оливияға мылтықты бағыттайды, дұға оқиды. Атуға үлгермей жоғарыдан дыбыс естиді. Габриэль ессіз қобыжық болып тірілген. Джей оянып, Мигельді артынан ұстап, мойнына пышақ салады. Содан кейін мылтықты алып, Габриэльді атады. Кейін дүкенді тазалап, есікті құлыптайды, қызы қауіпсіз болу үшін. Оливияның дәптеріне хат қалдырады. Подвалға түсіп, терезелер мен есіктерді тығыздайды. Қышуға шыдай алмай, қысқыштарды тырнақтарына қолданады. Бір уақыттан кейін Оливия оянады, тақтаға жазылған күнделікті тірі қалуға арналған тапсырмалар тізімін табады. Хатты оқып, подвалға түседі, әке, мен саған келдім дейді. Жазылымға жазылып, қоңырау белгісін қосыңыз, осы сияқты көбірек видео көру үшін. Көргеніңіз үшін рахмет.